Екі полочкамды бітірдім тоқып. Енді артын тоқимыз. Екі жағы бірдей маған камераға сыймайды. Сондықтан былай бүкте қойын. Бұл бізге қазір артын тоқу үшін керек. Бізде арты осындай узор болады. Мен спицаға 122 петля теріп алып, резинкамды тоқып алдым. Резинкасы тура полочкада қалай тоқыдық, солай тоқылады. Енді номер 4,5. Резинкасын номер 4-ші спицымен тоқыдым. Енді 4,5 номерлі спицымен тоқимыз. Кардиганның артын тоқимыз. Біріншісін тоқымай іліп аламын. Енді біз былай қарай жүреміз. 15 теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 петля тердім. 15 петля тоқыдым. Енді 6 10 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 теріс. Енді 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 15 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 теріс. 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Және последний кромочный. Енді ары қарай тура полочканы қалай тоқыдық, солай тоқылады. Тура солай тоқылады. Арты. Арқасын полностью тоқып біттім. Енді мына жерде мына сияқты планкада қалай жасадық ойындыны. Дәл сол сияқты біз планкада ойықты, мойын ойындысын мына ромбиктің біткен жерінен бастағанбыз. Енді арқасында сәл жоғарырақ тоқып, міне кішкене жоғарырақ тоқып, ромбтың ішінде мен сіздерге айтайын, 3, 6, 7, 8. 8-8-ден қалғанша тоқимыз. Содан кейін тура планкада сияқты 5 петля бітіреміз, жабамыз. Ары қарай тоқимыз да қайтадан қайтамыз. Одан кейін 4 петля, 3 петля, 2 петля, 1 петля қып жабамыз. Сонда менде арқасында және екі планкасында 45-45 петлядан қалды. Енді осы планкамен арқасын қосып жабамыз. Планкасымен арқасын оң жақ бетін бір-біріне қаратып, иығын жабамыз.
полочкадан бір петляны аламыз, және арқасындағы бір петляны аламыз да, екеуін біріктіріп тоқимыз да, екеуінде де спицадан шығарамыз. Келесі петляны аламыз, полочкадан және арқадан біріктіріп тоқимыз да, шығарамыз да, енді бүйтіп бір-біріне кіргіземіз. Тағы да полочкадан петля, арқасынан петля алып тоқимыз, спицадан шығарамыз. Енді бүйтіп бір-біріне кіргіземіз. Осылай иығын жауып шығамыз. Жіпті өте қатты тартпай, кішкене бос қылып тоқимыз. Мына иықтары тартылып қалмас үшін. Енді қолдарын тоқимыз. Номер 3,5 номерлі спицаға 40 петля теріп алдым да, резинка тоқыдым. Дәл планка мен артығын тоқыған сияқты, мына сияқты 9 өрілген тоқыдым. Енді осы 40 петляға 50 петля қылып 10 петля қосамыз. Яғни әр 4 петлядан кейін бір петля қосып отырамыз. 1, 2, 3, 4, астыңғы қатарда тұрған бір петляны алып, көтеріп, жіпті көтеріп, бүйтіп бір петля қосамыз. Осылай 10 петля қосып, 40 петлямызды 50 петля жасаймыз. Так. 1, 2, 3, 4. Тағы да міне астыңғы жіпті көтереміз де, спицамызға іліп, бұлай тоқып аламыз. 2 петля қостық. Дәл осылай, енді 8 петля қосамыз. 50 петля қылып көбейткеннен кейін, міне бірінші кромочный аламыз. Одан кейін 3 теріс тоқимыз. 3 терістен кейін 3 оң тоқимыз. 15 теріс тоқылады. 6 оң, 15 теріс, 3 оң, және де 3 теріс и кромочный бір қатар тоқылады. Осылай узор бәрі дәл арқасы мен полочкасы сияқты тоқылады. Тек мына екі жағынан әр 6 қатардан кейін екі жағынан бір-бір петлядан көбейтіп отырамыз. Сонда біздің жеңіміз бұлай петля саны көбейеді. Яғни петляны біз мына бір кромочный 3 терістен кейін бір петля қосамыз да, және де мына екінші жағынан 3 петляға дейін бір петля қосып аламыз. Бір петля қосамыз, 3 теріс және кромочный тоқылады. Әр 6 қатардан кейін екі жағынан бір-бір петлядан қосып отырамыз. Осылай жеңіміздің ұзындығы 50 сантиметр болғанша тоқимыз. 6 қатар тоқып шықтым. Енді екі жақ шетіне бір-бір петлядан қосамыз. Бірінші кромочныйын тоқымай іліп аламыз. 3 теріс, енді бір петля қосамыз. Астыңғы жіпті көтереміз, спицамызға іліп, узор бойынша тоқимыз. Мына жерде теріс, оң, яғни мынау теріс болу керек.
ары қарай узор боюнча токуп кетемиз. Дәл осылай мына жак шетинен де бір петля косамыз. Кромочная және шеткі 3 теріс осы екі ортада бір петля қосамыз. Әр 6 қатардан кейін, яғни 7-ші қатарда қосылады. Біз шатаспас үшін жазып отырсақ, 7-ші қатар, 13-ші, 19-ші қатарларда екі жағынан көбейтіп отырамыз. 25-ші қатар, 31-ші қатар, 37-ші. Осылай жазып отырсақ, шатаспаймыз. Және мына сияқты қатар санын санайтын счетчик рядов бар. Сонымен бүйтіп нешінші қатар тоқып отырғандарыңызды есептеп отырасыздар. Егер бұндай жоқ болса, онда жазып отыруға болады. 1-ші қатар тоқыдым, 2-ші қатар тоқыдым, 3-ші қатар, 4-ші қатар тоқыдым деп жазып отырсаңыздар, шатаспайсыздар. Өзімнің керекті ұзындығымды тоқып болдым. Енді жабамыз. Жапқанда бірінші 10 петля жауып аламыз. Тоқып кетеміз де, аяғына дейін тоқимыз да, айландырған кезде тағы да 10 петля жабамыз. Қайтадан тоқимыз, мына жерге дейін тоқтаймыз. Тағы да 10 петля жабамыз, айландырып келеміз. Тағы да 10 петля жабамыз. Одан кейін барып қайтадан айналып, последний қалған петляны жауып шығамыз. Бірінші 10 петляны жауып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді аяғына дейін тоқып кетеміз. Және теріс жағында қайтадан 10 петляны жабамыз да, қайтадан тоқып кетіп, осы жерге келеміз де, тағы да 10 петля жабамыз. Тоқимыз да, теріс жақтан тағы 10 петля жабамыз. Қайтадан қайтамыз да, ортада қалған петляны бірақ жауып шығамыз. Осымен қолымыз аяқталды. Енді капюшон тоқимыз. Міне мынау мойны. Мойның мен тура жартысына дейін 50 петля жинап шықтым, теріп шықтым. Енді тағы да 50 петля жинаймын. Яғни спицаға толық 100 петля жинап шығамыз. Арқасының тура ортасына дейін, жартысына дейін 50 петля жинадым, теріп шықтым. Енді 50 петля жинаймыз. Ары қарай мына алдына дейін 50 петля жинаймыз. 51, 52, егер мынау алған ыңғайсыз болса, егер бұлай спицамен алған ыңғайсыз болса, мынандай крючоктың көмегімен аламыз. Міне каждый өрілгеннің екі жағында аламыз. Екі жағынан да өткізіп, бүйтіп осылай айландырып отырып, тағы да 50 петля теріп шығамыз. Яғни мойында бізде барлығы 100 петля теріп шығу керек.
100 петля мойынға теріп алғаннан кейін мен міне капюшонды тоқып қойдым. Теріп алғаннан кейін енді 100 петляны бөліп шығамыз. Міне шеткі бір петляны айтпай қалдым, шеткі бір петля, оны тоқымай іліп аламыз. 25 теріс, 6 оң, 15 петля теріс, 6 оң, яғни қайтадан 15 теріс, 6 оң, 25 теріс және последний кромочный петля алып тоқып шығамыз. Узор тура кардиганды қалай тоқып келдік, узор тура солай кетеді. Міне артында осындай 6 петля оңымыз түседі. 20-20 қатардан перекрещение жасаймыз. Ромбымыз тура осылай болады. Енді бастапқы 3 қатар тоқып алғаннан кейін 4-ші қатардан бастап бір петлядан азайтамыз. Яғни насият кішкене біткен доғал болу үшін әр оң қатарда, әр осы оң жақ бетте бір петлядан қысқартамыз. Яғни бір кромочныйды алып аламыз, 2 петляны біріктіріп тоқып аламыз, яғни қысқартамыз. Ары қарай тоқып кетеміз узорымыз бойынша. Және мына жерде аяқтар кезде де 2 петляны біріктіріп аламыз да, последний кромочный петляны тоқимыз. Осылай біз 5 петля қысқартамыз. Яғни теріс жағында ешқандай қысқартусыз узор бойынша тоқимыз. Теріс бетінде қайтадан оң бетіне келген кезде тағы да петля қысқартамыз. Яғни осылай 5 петля қысқартып шығамыз. Ары қарай 5 петля қысқартқаннан кейін ешқандай өзгеріссіз жоғары қарай тоқимыз. Яғни мен міне толық бір ромбты тоқыдым. И последний екінші ромбтың мына жерде 2 петля теріс қалғанша тоқып, осы жерден тоқтадым. Енді біз мына жерден мына 6 петляны азайтамыз. Екі жағынан 6 петляны ортадағы петляларда азайтамыз. Ол не үшін керек? Ол біздің капюшонымыз кішкене былай доғал болып біту үшін керек. Қазір мен мына ортаға дейін тоқып келем. Ары қарай қалай қысқартатынын көрсетемін. Міне мен ортаға келдім. Узор бойынша тоқимыз. Яғни мына 2 теріс петлядан кейін уже ромбты қайтадан жабамыз, кішірейтеміз. Ол үшін өзімнің узорым бойынша тоқимын. Мына жерде 2 теріс емес, уже 3 теріс болды. Енді мына 6 оңыма келдім. 6 оңның бірінші 2 оңын біріктіремін. Ортасындағы 2 оңды тоқып аламын. Және мына шеткі 2 оңды да біріктіремін. Ол үшін мына 2 оңның орындарын осылай ауыстырып аламын. Қайтадан спица кіргізіп, екеуін біріктіремін. Яғни петляларды кішірейтіп жатырмын. Ары қарай аяғына дейін узор бойынша тоқып кетеміз. Теріс бетінде узор қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Келесі қатарда келген кезде мына 2 оңды біріктіреміз. Мына 2 оң мен мына 2 оңды біріктіреміз. Капюшонның ортасына келдім. Енді мына 4 петляны да қысқартамыз 2-2-ден. Енді
ары қарай тоқып кетеміз. Теріс жағын еш өзгеріссіз тоқимыз. Тағы да ортасына келген кезде енді мына екі петляны біріктіріп тоқимыз. Міне айналып ортасына келдім. Капюшонның екі оң қалды. Оны екі теріс қып біріктіреміз. Екі теріс. Ары қарай узор бойынша тоқып кетеміз. Қайтадан айналып, тағы да екі терісті біріктірейік. Міне осымен капюшонымыздың ұзындығы аяқталды. Енді бүйтіп мына жақ ортасынан шығарып алайық. Ортасынан шығарып аламыз. Және бізге қосымша тағы бір спица керек. Бірінші спицадан және екінші спицадан жібімізді өткізіп, тағы да бірінші спицадан және екінші спицадан өткіземіз де біріктіреміз. И мына спицадағыны бір-біріне кигіземіз. Осылай барлық спицаны жауып шығамыз. Міне осылай капюшонның теріс бетінен осылай жауып шығамыз. Міне капюшонымызды жауып шықтық. Енді капюшонға мына алдына резинка тоқимыз. Ол үшін мына капюшонның басталған жерінен номер 4 размерлі спицамен ең капюшонның басталған жерінде ең шетінде былай қарасаңыздар, міне екі жақ өрілген сияқты екі жағы бар, өрілгеннің екі жағы бар. Соның екеуін де алып жіпті өткіземіз. Мынау міне капюшонның оң жақ беті. Міне бірінші өрілгеннен өткіздім. Екінші өрілгеннен өткізем. Үшінші өрілгеннен өткізем. Енді төртінші, мына қарасаңыздар, екі өрілгеннің ортасында мына сияқты тағы спица өткізілетін тесік бар міне. Екі өрілгеннің ортасында міне бір өрілген, екінші өрілген. Сол екеуінің ортасынан бүйтіп қарасаңыздар спица өтеді. Төртінші сол жерден аламыз. Келесі бірінші өрілгеннен өткіземіз. Екінші өрілгеннен өткіземіз. Үшінші өрілгеннен өткіземіз. Енді міне үшінші мен төртінші өрілгеннің ортасында тағы бүйтіп спица кіргізуге болады. Сол спицаны кіргізіп, екеуінің ортасынан жіпті өткіземіз. Міне осылай айландырып, капюшонды полностью мына жақ капюшонның басталған жеріне дейін тоқып шығамыз. Ары қарай тура резинканы қалай тоқыдық? Мысалы қолдарында, міне полочкаларында резинканы қалай тоқыдық? Тура солай резинка тоқисыздар. Примерно өздеріңізге сай көресіздер. Кішірек резинка тоқығыңыз келсе кішірек қыласыз. Енді оны өз қалауларыңыз бойынша көресіздер. И резинканы жауып шығамыз. Міне резинканы тоқып болдым. Енді резинканы жабамыз.
осылай айландырып жауып шығамыз. Міне мен қолын тігіп қойдым. Мынау міне иығы, мынау қолы. Қолдарын тіктім. Енді міне кардиганның екі жақ жаны. Оны міне бірдей етіп қойып аламыз. Міне аяқ жағын бірдей етіп қойып аламыз. Мынау міне қолтығы. Енді міне бүйтіп бір жағынан екінші жағынан осылай алып тігіп шығамыз. Үстіп барлық екі жағын, қолтығын, барлық жағын тігіп шығамыз. Осымен кардиганымыз аяқталды. Мына сияқты артық жіптердің бәрін крючоктың көмегімен жастырып тауып шығамыз. Және мына алдына мына сияқты замокты машинканың көмегімен тігіп шығасыздар. Енді машинкамен тігіп шыққаннан кейін кардиганды жуып кептіреміз.